Баршаңызға сәлем. Бүгін тез дайындалатын самса дайындаймыз. Оған 500 грамм ұн, 180 грамм май, жалы тұзды су, фарш керек. Ұнымызға үй температурасында майды салып, жылы суымызды құйып, илеп аламыз. Нанымызды холодильникке 20 минутқа қоямыз. Фаршымызға тұз, бұрыш, пиязымызды қосып, араластырып аламыз. Нанымызды жаймалап, самсамызды түйеміз. Дайын болған самсамыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт себеміз. Духовкада 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз.